Бұл жолы сіздерге қазақтардың Үндістан жерін билеп отырған Моғол империясымен соғысы туралы сіз естімеген тарихты айтатын боламыз. Ежелгі Балық қаласы. Пілдер мен далалық әскерлер алапат майданға түсті. Олар бұл аймаққа көмек үшін келгендер еді. Олар қазақтар болатын. Бұхар хандығына қарасты Ходжент деген аймақта үлкен көтеріліс басталады. Ал Бұхар елінің ханы Нәдір Мұхаммедті өз ырқына көндіре алмаған әмірлер марқұм болған Имамқұл ханның баласы Санжарды хан тағына отырғызуға астыртын әрекет етті. Бұл көтерілістің арты үлкен толқуға ұласып, елдегі ішкі тәртіп жайына қалды. Көтерілістің өршуі Нәдір Мұхаммедтің үрейін ұшырып, амалы таусылған хан Үндістан жерін билеп отырған Моғол императоры Шах Жаһанды көмекке шақырды. Нәдір Мұхаммедтің моғолдардан көмек сұрауы Үндістанда отырған падишах үшін іздегенге сұраған болды. Моғол әскерінің өзін құтқаруға емес, керісінше Бұхар елін жаулап алуға келе жатқанын біліп қалған Өзбек ханы жан дәрмені қалмай Иранға елші салды. Иран мен Моғол империясы өзбектерді дүрліктіріп жіберді. Қайда барса да тұрақ таппаған хан ақыры Иран жеріне өтіп кетті. Ал таққа оның баласы Әбділ-Әзиз хан отырды. Ол өзінің ұстазы Жалаңтөс аталыққа үлкен құрметпен қарады. Елдегі моғолдардың жаулап алу қатерінің күшейіп кетуі Түркістанның билеушісі Салқам Жәңгірден көмек сұрауға мәжбүрледі. Бұл кездері Бұхар хандығындағы әскери билік Жалаңтөс Баһадүрдің қолында болатын. Ал Жалаңтөс Баһадүрдің өзі қазақтан шыққан батыр еді. Қазақ билеушісі Салқам Жәңгір көмекке әскер жіберді. Ал бұл қазақтар үшін Үндістан жеріндегі соғыс ретінде тарихта қалды. Бұл Орбұлақ шайқасынан кейін болған үлкен оқиға болатын. Сонымен, Үндістанның билеушісі Шах Жаһан мен қазақ, өзбек және одақтас Иран әскерінің арасындағы шайқас басталды. Шайқастың қалай өткенін сол кездің тарихшысы Қожамқұлы Бек Балхи былай деп жазды. Өзбек пен қазақтың 200 мың қанішер атты әскері Жайқын дариясын кесіп өтіп, Ғиратқа қарай беттеді. Түн қараңғысында екі жақта барлау жасады. Табандасқан соғыс 50 күнге созылды. Тынымсыз шайқастан екі жақта қайтпас ерлік көрсетті. Үйілген өлік кезең-кезең болды, ақыр заман туғандай көрінді. Шағатай әскері күн сайын тегеурінін күшейе түсті. Қысқы суық жақындап келе жатты. Осы жағдайдың бәрінен хабар алған соң, Шах Жаһан падишах бұл өлкені бұдан әрі қорғап тұруға мүмкіндік таппады. Елді Нәдір Мұхаммед ханның дәргейіне табыстап, кері қайтуға бұйырды. Қазақтардың шапқыны нәтижесінде Мәуереннахр мен Балық елдері мүлде құрып кетуге айналды деп жазған болатын. Бұл тарихшының нақты деректері. Шайқастың нәтижесі бойынша Үндістанның билеушісі Шах Жаһан жеңіліп, Балық уәлиятын тастап, Моғол еліне қайтып оралды.